Ассалаумағалейкум, армағаздағы арнамызға қош келдіңіз. Демалыста 30 градусқа дейін күн жылыйды. Видеороликтерсінде толығырақ мәліметке ие бола алсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемендерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Синоптиктер демалыс күндері ауа райы қандай болатынын айтты деп хабарлайды ulsmedia.kz порталы. Жаңбыр, қар, найзағай 20 наурызда Қазақстанда ауа райы қандай болады? Демалыс күндері ауа райы қандай болады? Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз, найзағай, жылы көктем ауа райы болады. Тек батыс өңірлерде және оңтүстік-батыс таулы аумақтарында кейбір күндері атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағаймен бірге жаңбыр жаууы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады. Оңтүстік-шығыста дауыл болуы ықтимал. Түнде және таңертең уақытта солтүстік-шығыс және орталық өңірлерде тұман түсуі күтіледі. Күндіз ауа температурасы батыста +18, +27 градусқа дейін, солтүстікте +10, +17 градусқа дейін, орталықта +15, +25 градусқа дейін, шығыста +12, +20 градусқа дейін, оңтүстікте +23, +30 градусқа дейін жылынады. Ал оңтүстік-батыста ауа температурасы 13 және +20 градусқа дейін болуы мүмкін. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.